Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті шетелдік азаматтарға арналған және жоғарғы оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Әбішева Рыскен Рахымқызы. Биыл қазақтың ұлы перзенті Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы қарсаңында әлемді дүрліктірген індет қазақ жеріне де келіп жетті. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас, деп жазды Хақым Абай. Иә, шын қаһарланса, бар әлемді бір хауызға сыйдырған Алланы пендесі ұмытқаны жасырын емес. Иман әлсіреді. Адамдардың пейілі тарылды. Жер бетін азғындық пен алауыздық жайлады. Топан су қаптады. Апат жиілеп, кісі өлімі көбейді. Ұрлық пенен жемқорлық өршіді. Ең қорқыныштысы, екі аяқты хайуан тақылеттес зұлымдардың қолынан бейкүнә сәбилер зәбір шекті. Алладан ойлан деген ескерту келсе де ешкім елемеді. Кенеттен қазақ жеріне індет келді деген дабыл қағылды. Осылайша асқынғандар Алла барын сезсін деп есімізді жиғызды. Тұмсықтары көктіреп кеткендермен, айға қарап қолын созып жұлдызбын деп жүргендер бір-ақ сәтте үйге кіріп үлгерді. Алла Тағала жаратқан пендесіне ой берді, сана берді. Ой берген, сана берген адамдар Алланы ғана мақтаса, адам қалпын сақтаса